2024 жылдың 3-4 сәуір аралығында Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университетінде Үміт республикалық студенттік театрлар фестивалі өтті. Өнер байқауы белгілі ақын батыр Махамбет Өтемісұлының туғанына 220 жыл толуына орай ұйымдастырылды. Алғаш болып білім ордасының басшылығы өнер байқауына келген ұжымдарды жеке қабылдады. Сахна саңлақтарына сәттілік тілеп, ақжарма тілегін жеткізді. Өз сөзінде Нұрлан Хабиболлаұлы Махамбет ұрпақтары өткізіп жатырған байқаудың жоғарғы деңгейде өтуіне тілекші екен атап өтті. Расымен биылғы фестивальдің ерекшелігі көп. Студенттік театрлар 100 жылдан аса тарихы бар Островский атындағы драма театр сахнасында қойылым қойды. Оған қоса жаңадан жекелей номинациялар тағайындалды. Биыл енді Батыс өңіріндегі ерекшелік, биыл осы Батыс өңіріндегі театр саласында өзінің айшықты еңбегін қосқан мемлекеттік парасат орденінің иегері Сердеш Қажымұратов атындағы арнайы сыйлық табысталады. Өйткені әрбір өңірдің тұлғасын дәріптеу, жастарға соны таныстыру мақсатында осы арнайы жүлде табысталып беретін болады. Жүлде қоры жалпы 750 мың теңгені құрайды. Бірінші орын алған театрлар 300 мың теңге, екінші орын алған театрлар 200 мың, үшінші орын 100 мың теңге, және 3 рөл бар. Үздік әйел адам рөлі, үздік ер адам рөлі, және көрермен көзайымы, сонымен қатар Сердеш Қажымұратов атындағы арнайы сыйлық табысталатын болады. Өнер байқауы 2 күнге созылды. Осы күндері Островский атындағы драма театр сахнасында жас таланттардан құралған 6 студенттік театр өнер көрсетті. Әділғазылардың айтуынша, студенттік театрлар кәсіби мамандардан қалысар емес, дайындап келген шығармалары да күрделі. Ең қиыны өнер байқауы болғандықтан оза шапқандарды анықтау болды дейді. Нәтижесінде 3-ші Үміт фестивалінің қоласы Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің Үркер студенттік театры алғашқы ұстаз қойылымына бұйырды. Екінші орынды Қарагөз спектаклін қойған Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университетінің Жауқазын студенттік театры иеленді. Ал өнер байқауының бас жүлдесі Астана қаласына кетті. Әділқазылардың әділ шешіммен Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық зерттеу университетінің Ақжелкен студенттік театры үздік атанды. Жас таланттар ойнап шыққан ақын мен ажал қойылымы көрермендерді тамсандырып үздік деп танылды. Ұзақ дайындалған жоқпыз. Біз бұны 20 күннің ішінде қойып бітірдік. Бірақ енді тынымсыз еңбек болды. Балаларды сабақтан сұрап алдық. Таңертең азаннан кешке дейін дайындалған уақыттарымыз, тіпті жай түнге дейін қалып дайындалған уақыттарымыз болды. Бұның премьерасын біздер Астана қаласында жастар театрының сахнасында қойғанбыз. Ерекшелік бар, әрине. Бірақ енді профессиональный театр болған себепті бәрі де кей түсті әттеген ай деген жерлер ол бізде де бар. Ол менде де бар, менің балаларымда да бар, бәрінде де бар. Сосын жаңағы ой, мынау қандай керемет болған деген жерлер тағы да бар. Әрине, сондықтан да бақ шабады, кейде бап шабады. Бағымыз оза шапты ма деймін. Бұдан басқа қатысушылар арасынан үздік ер мен әйел рөлдері, көрермендер көзайымы сыйлығы табысталды. Барлық жеңімпаздар мен жүлдегерлерге ақшалай сыйақы мен арнайы сыйлықтар берілді. Айта кетейік, 2022 жылы өткен фестивальде Махамбет Өтемісұлы атындағы Батыс Қазақстан университетінің Мұрагер театры гран-при иеленіп, фестивальді Ақжайық өңірінде ұйымдастыру эстафетасы берілген болатын. Ал келесі Үміт фестивалі Астана қаласында өтетін болады.